Жасыл экономика дамудың стратегиялық бағыты. Осындай атпен Шығыс Қазақстанда халықаралық экологиялық форум өтті. Кез келген мемлекетті тұрақты әлеуметтік экономикалық даму жолына бастайтын ұтымды модельдердің бірі жасыл экономика. Таяуда ғана елімізде жасыл экономикаға көшу жөніндегі тұжырымдама бекігені белгілі. Жаңа жобаның арқасында еліміздің ішкі жалпы өнімі 3%-ға өсіп 500 мың адам жұмыспен қамтылмақ. Берік Көшербаев форумнан. Қоршаған ортаны қорғау, табиғи ресурстарды тиімді пайдалану, баламалы энергия көздерін табу жасыл экономиканың негізгі қағидаттары. Өндірістік және қатты тұрмыстық қалдықтарды жою мәселесі де осыған кіреді. Бұл ретте шығыстың ғалымдарында тың жоба бар. Олар өндірістік қалдықтарды жойып қана қоймай, сол қалдықтан сұранысқа ие өнім шығаруды ұсынып отыр. Абразивті материал жасамақ. Қарапайым тілмен айтқанда, қайрақ тастардың өндірісін өркендетпек. Өндірістің қай жерінде болса да абразивті материалдар көп қолданады. Ал енді бізде Қазақстанда ондай өндіріс жоқ, абразив жасайды. Сондықтан біздің енді қазіргі мына көрсетіп отырған проектіміз соған жасалған. Қазіргі моментте сол қаражат болса, бұл өндірісті шығаруға да болады. Шығыс Қазақстанның электр қуатын баламалы жолмен өндіруге мүмкіндігі мол. Өйткені аймақта күн сәулесі, өзен сулары жеткілікті, желдің екпіні де күшті. Алқалы жиында осы бағытта инвестициялық жобаларды жүзеге асыру жолдары талқыланып, жасыл экономиканың елге берер пайдасы жайлы айтылды. Жасыл экономиканы дамыту бұл әлемдік сипат алатын үлкен тақырып. Тіршілік бар жерде жақсы тыныс ортасы болмаса болмайды. Ортаны қорғау, оны аялау, оны кейінгі ұрпақтарға қаз қалпында жеткізу барлығының ортақ міндеті деп қараймын. Жасыл экономикаға көшу уақыт талабы. Осы орайда аймақтардағы бастамалар жаңа ұлттық стратегияның негізгі көзі болуы тиіс. Жаңа жоба туралы еліміздің әрбір тұрғыны білген абзал. Форумды аймақта өткізудегі себептердің бірі бұл. Халық қайтып беру біріншіден, екіншіден осы технологияларды көру және біздің бизнеске ол қалай пайдалану керек екенін жасыл экономиканы сонда айтып беру. Форум барысында шетелдік қонақтарда жасыл экономика жөнінде өз ойларын айтып, тақырыпты жан-жақты талқылады. Бұл бағытта бірігіп жұмыс істеуге уағдаласты. Құр келісіп қана қоймай, меморандум бекітті. Құжатқа сәйкес, жақын арада Ұлан ауданындағы Тайынты ауылының маңында жел энергиясын өндіретін станция салынады. Құны 18 миллиард теңгеден асатын жобаны Қытай-қазақ инвесторлары бірлесіп жүзеге асырмақ. Шығыс Қазақстаннан Берік Көшербаев, Ермек Иманғазы, Қазақстан ұлттық арнасы.